Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, менің де көңіл күйім өте керемет. Сіздерге бүгінгі сабақты бастамас бұрын сіздерге жұмбақ жасырамын, тауып көріңіздер, жақсы ма? Теуіп қалдым, алысқа ұзап бардым. Ойланайық. Теуіп қалдым, алысқа ұзап бардым. Не деп ойлайсыздар, балалар, жұмбақтың шешуі? Өте дұрыс. Бұл жерде сіздерге велосипедтің суреті берілген, жұмбақтың жауабы да осы велосипед екен. Яғни бүгінгі өтетін әрпіміз, балалар, қандай екен? В әрпі екен, балалар? В әрпі дауыссыз ұяң екен. Балалар, дауыссыз дыбыс екен. Яғни В орыс тілінен енген әріп. Бұл да біз алдыңғы сабақта Ю әрпін өттік, орыс тілінен енген сөздер. Ц әрпін өттік. Және қандай әріптер өттік? Ч әрпін өттік, Ш әрпін өттік. Оның барлығы орыс тіліне енген сөз жаңағы әріптер екен. Енді осы бүгінгі тақырыпқа орай жаңа сөздермен танысайық. В дыбысы кездесетін сөздер. Вагон. Вагон не екенін білеміз бе, балалар? Вагон. Қайталаймыз. Вагон. Автобус. Автобус. Диван. Диван. Вафли. Вафли. Велосипед. Велосипед. Жақсы, балалар. Осы 5 сөзді, жаңа сөзді біз С дәптерімізге жазып, дыбыстық талдау жасайық, балалар. Жақсы ма? Бірінші тапсырмамыз. Ал екінші тапсырмамыз осы В әрпін дәптерімізге 5 қатар үлкен бас әрпін және кіші әрпін жазып шығамыз, балалар. Жақсы ма, балалар? Және өткен сабақты қайталап, әріптерді қайталаймыз. Бейне жазбаны көріңіздер, қайталау сабақтарын. Жақсы ма, балалар? Сау болыңыздар.